Ал шымкенттік ғалымның жаңалығы Forbes журналының нұсқасы бойынша үздік 10 инновациялық жобаның қатарында. Отандық ғалым астық өнімділігін ешқандай тыңайтқышсыз 50%-ға арттырудың жолын тапты. Арнайы құрылғының көмегімен өңделген тұқым мол өнім беруге қатар жоғары сапасымен де ерекшеленеді. Ғылыми жаңалық бүкіл әлемдік 12 елде сынақтан өтуде. Ғылыми зерттеу бойынша кез келген дәнді дақылдың тұқымы жерге себуден бір ай бұрын өңдеуден өтуі керек. Оны 14 герц жиіліктегі 12 вольт қуатпен сәулелендіреді. Бұл процесс небәрі 15 минутқа ғана созылады. Осы уақыт ішінде тұқым сақталған қамбадағы диаметрі 20 метр аумақ биорезонансты жолмен активтендіріледі. Әдістің басты ерекшелігі қоршаған ортаға, топыраққа зиян келмейді және өнім мутациялық өзгерістерге ұшырамайды. Альфа-бета амилаза 30%-ке көбейткен кезде дән ішінде гидролиз жүреді. Гидролиз крахмал, декстрины бар жаңағыдай дән ішінде. Солардың барлығы гидролиз пайда болған екен, олар глюкоза, фруктозаға айланады. Ғылыми жоба осыдан 5 жыл бұрын ғылым қорының қолдауы арқасында 200 миллион теңге грантқа ие болды. Соның арқасында 18 түрлі дәнді дақыл шаруашылықтарда сынақтан өткізілді. Нәтижесінде алқаптардан 30-50% көп өнім жиналды. 3 жылдың ішінде 128 шаруашылықта жұмыс істеп, жаңа өзіміздің технологиямызды дәлелдедік. Қазір біз 7 облыста жұмыс істеп жатырмыз. Менде 18 адам группамда бар. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті ғалымдары мұнан бөлек былтыр 12 ғылыми жоба ұсынды. Соның екеуі жаһандық проблеманы шешуге арналған профессор Ашировтың және профессор Галимдина Мадибекованың сүт өнімдерін қалдықтарын пайдалану жобасы. Әбдімәлік Ашировтың ғылыми жаңалығы бұған дейін әлемнің 10 елінде сынақтан өтті. Биыл Литва мен Польша елінің шаруалары егіп көрмек. Жуырда Қытай елімен де келісім жасалды. Ғылыми жаңалық 2017 жылы Forbes журналының нұсқасы бойынша үздік 10 инновациялық жобаның қатарына енді. Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Шымкент.